Сәлеметсіздер, баршаңызға өздеріңізге белгілі оңалту және банкроттық туралы заңнама әзірленді қазіргі таңда. Бұл несиесін өтей алмай жатқан азаматтар үшін арналған заңнама. Түсіндіріп өтсем, банкроттықтың 3 рәсімі қарастырылып отыр. Біріншісі несиені оңтайландыру, екіншісі соттан тыс рәсімдеу, үшіншісі сот арқылы рәсімдеу. Біріншісі несиені оңтайландыру бойынша азамат банкрот болып табылмайды. Банктер мен несиені өз еркімен 5 жыл төлеуге төлем кестесін жасасады. Және де сот шешімімен өсімпұлдары алынып тасталынады. Ең жеңіл тиімді түрі оңтайландыру деп айтылып тұр өзі де. Екінші, банкроттықты соттан тыс рәсімдеу. Яғни жеке немесе заңды тұлға егоп порталы арқылы өтініш беру арқылы жүзеге асады. Мұның сомасы 1600 айлық есептік көрсеткішке тең. Биылғы жыл үшін 4 миллион 9 миллион теңгеден аспауы керек. 12 ай кешіккен болу керек. Тұрақты табысы болмауы қажет, мүлкі болмауы керек осы рәсімге қатысу үшін. Үшінші, банкроттықты сот арқылы рәсімдеу. Сотқа жүгіну арқылы рәсімделеді. Яғни сомасы 1600 айлық есептік көрсеткіштен жоғары сома, 5 миллион теңгеден жоғары қарызы бар азаматтар мен заңды тұлғалар жүгіне алады. 12 ай бойы кешіккен азамат сот шешімімен банкрот деп танылады. Банкрот деп танылған азаматтарға шектеулер. 3 жыл бойы ол кісіге қаржылық мониторинг жасалады. Яғни шынында төлем қабілеті жоқ па деген сауалдыға жауап беру үшін 3 жыл бойы қаржылық мониторинг бақылау жасап отырады. Және 5 жыл бойы несие ала алмайды. Банкрот деп танылған соң. Банкрот деп танылған азаматтар үшін сонымен қатар алимент төлеуден және адам өміріне зиян келтірген шығындардан жалтара алмайды. Банкрот деп танылған азаматтар осы алиментпен жәнегі қылмыстық ісі үшін өзі жауап беруін жалғастырады. Бұл заңнаманың ең негізгі 4-ші бабын алып отырмын. Банкроттықты тану. Банкрот деп кез келген азаматты, қарызы бар азаматты біз тани бермейміз. Банкроттық борышкердің сотқа берген өтініші негізінде ерікті түрде жүзеге асырылады бірінші. Екінші, банкроттық кредиторлардың немесе заңмен уәкілетті орган берілген өзге де тұлғалардың сотқа берген өтініші негізінде мәжбүрлі түрде белгіленеді. Үшіншісі, заңда белгіленген жағдайларда борышкер өзін банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге міндетті. Төртінші, егер өзіне қатысты Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 49 бабының 1 тармағында белгіленген тәртіппен тарату туралы шешім қабылданған заңды тұлға мүлкінің құны кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болса, тарату комиссиясы осы заңда белгіленген қағидалар бойынша банкроттық рәсімін жүргізу үшін мұндай заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы сотқа жүгінуге міндетті. Бесінші, борышкердің дәрменсіздігі оны сот тәртібімен банкрот деп жариялау үшін негіз болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Басқа да пайдалы ақпараттар көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп қойыңыз.